Ассалаумағалейкум, Реал подкаст шоу-барының күзетушілері. Бүгін бізде жаңаша форматта Реал подкаст шоу-барының бірінші саны. Бұл подкасты шүлгемлестіруде тегары мақсат. Бүгінгі күнде реал өмірімізде жүзіп беріп жатырған әрқандай машғалалар, оның шешімін сіздерге жеткізіп беруге әрекет қыламыз. Бұның үшін болса арнаулы қанегелер, тарауының ахметлі болған темаларында сөз етуші меймандарымыз студиямызда мейманда болады. Ал бүгін болса жәмиетіміздегі ең ахметлі, ең актуал болған машғалалардың бірін подкасттың ең дәстепкі санына алуға әрекет қылдық. Яғни бүгінгі күнде дерлік бір мүшемізге айланып кеткен гаджетлер, яғни телефонлардың ахметі, оның пайдалы һәмде зиялы тарифлер хақында сөйлесеміз. Олай болса, Реал подкаст жойбарымыздың ең бірінші санының меймандарымен таныстырып өтемін. Республикамыздағы білімлендіру оқу орайларының текаршысы, яғни Реал School һәмде Реал Education оқу орайының текаршысы Аман Сыражетдинов. Ол баршаңызға белгілі, келешек бұнияткары медалыменен президентіміз қолына сыйлықланды. Және де Технопоз текаршысы Әлібек Ембергенов. Оны білесіз, IT тарауында жүді көплеген шойбарлары менен бәршемізге белгілі саллы технология, IT технологияның рауажлануында Қарақалпақстанда өзінің мектебін шүлгемлестіруші болып табылады. Және де MBM Education текаршысы Рауаж Әзірбаев. Бәршемізге республикамызға белгілі болған сол көпшілік шәкіртлердің ұстазы. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Студиямызға қош келіпсіз. Күзетушілерге ажайып жаңалық, мәлімет сызбасында айтуды орынды. Демек, айны подкаст давамында білдірілген ең жақсы инсайтларға өзіңіздің комментарий сызбасында пікірлеріңізді жазып кететін болсаңыз, оларға да, яғни 3 ажайып пікірін жазған комментаторларға сауалдарымыз да бар. Олай болса, телефонның пайдасы һәмде зиялы тарифін меймандарымыздың өздерінің пікірлерінен басасақ сөйлетімізді. Дұрыс айтып жатсыз, қазіргі уақытта актуальный машғала деп жатырмыз. Сол телефонға қарамалық, яғни телефонда көп отыру. Енді бұның тарихына келетін болсақ, қазіргі аулатларды алып мысал қылып айтатын болсақ, аулатлар біздерде X, Y, Z, альфа, бета болып бөлініп барады. Яғни біздерде X аулаттар бар, бұлар кімлер деп сұрау беретін болсақ, X аулат 1965 жылдан бастап 1980 жыл аралығындағы туылған аулатымыз. Яғни олар үшін бұл гаджет, телефон деген нәрселер жүда бір ахметлі нәрсе емес, бірақ олар үскен есабында пайдалануды меңгерген. Себебі ол заманда техника технологияларда онша рауажланбаған. Сол тәрізді. Y аулат дегеніміз бар. Y аулат уже 1980 жылдан баслап 1996 жылғы аралығында туылған аулатларымыз. Яғни олар телефон пайда болуы дәуірінде бірге туылған аулат. Яғни пайда болудан пайдалануды үйреніп келген аулат. Оларға енді бір мүшесінің бірі болып, енді қатты сынып кетпеген, бірақ олар пайдаланады. Лимитін біледі пайдаланатын адамдар. Z аулатқа келетін болса, 1997 жылдан баслап 2012 жыл аралығында туылған аулатларымыз. Енді олар үшін телефон деген нәрсе уже 13-ші мүшесі десек туырырақ болады. Себебі айырыла алмайды телефоннан, бірге жүреді, телефонсыз өмір сүру қиынлау олар үшін. Онан кейін альфа аулатымыз бар. Альфа аулат үшін телефон жүда ахметлі. Оған қосымша біздерде бета деген аулат болады. Бета аулатларымыз кімлер олар? Альфа аулатымызды айтып өтек. Альфа аулатымыз біздерде 2010 жылдан баслап 2025-ке шейін туылған аралықта туылған жастарымыз. Бета аулат болатын болса 2025-тің ажағы 2040-қа шейін. Енді бета аулатымыз біздерде телефонға қызықпайтын аулат болады. Уже телефон керек емес, себебі ол уақытта нейрон сетлер, имплантлар қатты рауажланған дәуірлер есептелінеді. Оларға холографик дейді, яғни голограмма деген нәрсе қызық болуы мүмкін. Енді бұл аулатларды айтып отқан себебі әрбір аулаттың өзіне жараса сол өзінің дәуіріндегі трендтегі затлар болады. Яғни
қазіргі уақытта біздерде социал тармақтар қатты трендте да. Z аулад қатты социал тармаққа икемдескен, оларды шығару қиынлау мәселе да. Себебі денесінің бір мүшесі айырылып қалғандай нәрсе. Енді біз айтып жатырмыз, актуал машқала бұлардан қандай құтылуға болады деген теманы көтеретін болсақ, енді бірден азыр көпшілік ата-аналарымыз бар, қарсылық етуі мүмкін. Яғни бірден шектеп тастауы мүмкін да. Болды, кірмесең деген нәрсені қылып тастауы мүмкін. Бұл нәрсе дұрыс емес деп есептаймыз. Себебі бірден бір нәрседен шауып тастаса, ол басқаша тәсір етуі мүмкін психологияға. Сол себептен ата-аналар ләзір болса, шекілеместен алдын баланың өзімен сөйлесіп, бірге маслихатлесіп, кел, біргелікте назатларды сен шеклейміз деп тұрып, дальше давам еткен мақұл. Аман болмайынша сізден де пікірлеріңізді сұрасақ, телефонды тек керекли уақытта лимитіменен пайдалану үшін сіз қандай маслихатлар берген болар едіңіз? Білеміз, оқу орайдың текаршысыз, бұл бойынша оқу орайыңызда оқушылармен де, ата-аналармен де біргелікте істесіп отырған болсаңыз керек, айне телефон мәселесінде. Телефон шықлауға мен өзім қатты қарсымын. Мектеплерімізде шектеу кірген жерде алып қалады. Қайтып батқанда беріп жүреміз телефонларын. Телефон баланың ойын бұзып жатыр да қазіргі уақытта. Бір белгіленген, бір шекленген бір модарда шықлау керек деп ойлаймын балалар. Өзіміздің мектептің, учебный центрдің балалардың телефонын просто сұрап, бір статистикасын көрейік деп бізде өздеріміз анализ істедік. 9 май күні таярлыққа қатынап жүрген бала 13 сағат телефон шықлағанда бір күнде демалыс болған. 13 сағат телефон шықлаған. Басқа балалар таярлық күндері 5 сағат, 4 сағат, 6 сағатлап шықлаған балалар бар да. Ол таярлыққа қатынап жүрген бала, таярлыққа қатынамай жүрген бала 10 сағаттан көп уақытын кетіп жатыр да. Балаларды ата-аналармен бірлескен қалда шектеуіміз керек телефоннан, ләжі барынша. Бұны қандай шектейміз? Біздердің жас кезімізде, біздердің реал өмірімізде ата-аналарымыз басқара алмайтын еді. Мысалы, мен жас кезімде білемін, үйден шығып кететін ек, содан кеште келетін ек. Реал өмірімізде қадағалау жоқ еді да. Қазіргі балаларды реал өмірін қадағалап жатырмыз. Азанда оқуға баруын, мысалға мен учебный центрім мектеплерімізде алдына машина әкеп тастап кетеді, обратно өзі келе алмаса таксиге мінгізіп жібереміз. Сөйтіп үйіне барып, ауқатланып, реал өмірін қадағалап жатырмыз да балалардың. Бірақ виртуал өмірін ома қадағалап жатқан жоқпыз да. Біздердің жас кезімізде реал өмірімізді қадағала алмайтын еді, бірақ виртуал өмірімізді қадағалайтын еді. Жас кезінде білемін, бір телевидениеден көрген кезімізде бір 4 канал ма, 5 канал ма болатын еді. Яшылар, Қарақалпақстан, Ташкент, спорт каналдары болатын еді да. Онан қадағалап көретін ек мысалға, өз белгіленген уақыты бар, бір 12-де, 1-де өшіп қалатын еді каналдардың бәрі. Қазір біздер балаларымыз кімді көріп атыпты виртуал өмірде, кімге подписаться етіп атыпты, кімге қызығып атыпты, соларын бір қадағалауды қатты ұстауымыз керек деп ойлаймын да. Енді жаңа Әлібек айтты, Әлібек пікіріне қосыламын. Баламен ойласқан қалда бір уақытты белгілеуіміз керек деп атыпты. Бір кеше бір подкастта көріп қалдым, Трик кітап деген подкастта. Сол подкастта айтып атыпты, бір 13 жасар баланың қолынан бала папасы телефонды жұлып алған да. Телефон шықламайсың, сабағын тәрла деп. Қазақстанда болған оқиға. Ол бала түнде әкесін, анасын, апасын пышақлап тастаған да. Миіне сондай дәрежеде кіріп кеткен ол баланың. Демек, подкастымызда Аман айтып өтті. Мен телефонға, гаджетлерге қолдан келгенше балалардың шықлауына қолдан келгенше қарсыман деп. Рауаш, бұған сіздің пікіріңіз қандай? Телефон арқылы жақсы нәтижелерге ерісіп отырған жастарымыздан көп. Менде телефонның күнімен айтылып жатқан пікірлер бойынша айтатын болсақ, телефон сол эволюция жағынан жақын сол 20-30 жылдық бер жағында кіріп келген болса, бұл әртүрлі адамның әртүрлі жағдайына әсер еткен, мысалы психологиясына, физикалық денсаулығына, басқа да бір ментальный денсаулығына көп қана зиян тигізіп жатыр деп ойлаймын. Себебі ол психологиялық жақтан адамның өзін телефон болғаннан кейін ішіндегі виртуал өмір болады. Виртуал өмірдің ішінде әртүрлі шектеулерсіз болғаннан кейін ол интернетке кіреді. Интернетте социал тармақтар бар,
сол социал тармақларға өзінің видео фотоларын қояды, немесе басқа да блогерлердің фотоларын немесе видеоларын көруі мүмкін. Һәм өзінің қойған видеоларына лайк, социал лайк жинайды. Сол лайклардың аз болуына байланысты өзінің психологиялық жақтан төмен кемсітуі мүмкін да. Сол үшін ол психологиялық жақтан, физикалық жақтан әртүрлі, енді ол бір экранға қарап отырса, ол көзге зиян, басқа да бір мидың іскерлігіне зиян дейді. Себебі кейінгі статистикаға қарағанда дүние жүзі бойынша ол тек сол өзіміз емес, дүние жүзінде күзетіліп жатқан екен. Мысалы, алдын ұлма болмаған, яғни жас туылған баланың өмірінде, мысалы жас кездерде ақли қабілеті, ақли өсуі рауажанып барғанда, жас болғаннан кейін әр затты біліп, көріп, бірақ кейінгі уақытлары сол телефонның сол кішкентай балаларға берілуі һәм оның үздіксіз көрілуі нәтижесінде әртүрлі ақли пассив пайда болғанда балалардың өзінде, мысалы бұл зат мысалы орта жастан кейін үлкен жас аралығында күзетілсе, енді ол жас бала уақытында күзетіліп бастаған ақли төменге түсу. Бұл телефонның тәсірі деп көрмекті алынар, һәм әртүрлі психологиялық жақтан, һәм физикалық жақтан бұзулар ол әзірде көп түрлі балалар арасындағы өзіне әртүрлі психологиялықтан кем сағаннан кейін өзінің денесіне жарақат жеткізу, өзінің жаңағыдай өміріне жарақат жеткізу бойынша да көп қана күзетіліп жатыпты. Кейінгі уақытлар көбейіп кетті деген статистикалар беріліп жатыпты да. Енді солар бойынша айтатын болсақ, көп негізі жаңағыдай айтқандай реал өмірде біздердің балалығымызда мысалы көп орта жастағы неде 90-шы жылдар туылғанларда көп реал өмірде ойнаған, сыртқа шыққан, аман айтқандай көп жүрген балаларда. Ол кезде балалардың телефонға деген енді несі болмағанда, уақыттан болмаған, былайынша телефонға деген дос болмаған ғой, мүтәжілік болмаған. Сол үшін реал өмірде көкілеу болған. Әзірде болса реал өмірде қайта қадағалау күшлі, реал өмірде қай жерге барып жатырды, қай жерден келіп жатырды, ата-аналар жақсы қадағалайды, жаңа Аман айтқандай. Бірақ виртуал өмірге телефон беріп қойыппыз, оның ішінде интернетке кіріп кетсе, ол ар жағы кеңістік, виртуал дүние дейді. Сол ар жағы шексіз, ол не затты көріп жатыр, не зат қабыл етіп жатырды, қандай видеоларды, қандай социал тармақларда не затлар жүктеліп жатыр, не затларды қабыл етіп жатырды, ол затты контролдау, жаңағыдай қадағалау әзір болып тұрды. Біздер соны қолына телефон бергеннен кейін ол арман қарай кету имканияты көбеюде, әртүрлі затқа кіріп кету, жаңағыдай сайтларға кіріп кету. Сол үшін әзіргі кейінгі алымдардың несі, қауіперлері сол виртуал өмірдегі балаға тәсірі, оны қалай қадағалауға болады, оны қалай қатасында ұстауға болады деген нелер алып бармақты әзір. Телефон зиян, телефон ұстамау керек, оның зиялы тәріптері көп деп айтқан пікірлерді адамлар ести беріп, бір сөзбен айтатын болсақ, апай халық тілінде айтатын болсақ, жалығып кетті да. Енді қанеге сипатында анық ұсыныстар бере аласыз ба ата-аналарға? Мәселен, менің кішкене балам менің қасымда жылап тұрыпты. Ол телефон менен аунады. Айне сол баланы телефонсыз жұбатып, қандай оларға идеялар, ұсыныстар айта аласыз? Қанеге сипатында? Сол нәрсеге өзі бізде Google компаниясының өзі шешім беріп қойыпты. Яғни Google Family Link деген проекті бар Google'дың. Яғни 13 жасқа шекемге болған жаслар, мәселен, телефон, смартфон ұстайтын болса, iPhone, iOS деп айтылады система. Соларға мас келетін программа ойлап тұрған, яғни ол жерде ата-ана не қыла алады? Ата-ана баланың қолына гаджетті бергеннен кейін толық контролға ала алады. Қандай сайтларға кіріп жатырды, ямаса сол сайтларға шектеу қойып тастай алады. Социал тармақларда, мәселен, социал тармақларда керексіз видео, яғни видеоларды запрет қойға, яғни қадағалап тастауға болады. Онан тысқары ойындар, мәселен, керекті ойындар ойнайтсаң дегенде өтіп, оған қадағалау қылып барса болады. Онан тысқары баланың локация бойынша, яғни карта бойынша қай жерге барды, қазіргі уақытта қай жерде жүрді деген қадағалаулардан алып барса болады. Қауіпсіздік мәселесін жоғары неде шешім берілген бұл программа арқылы. Енді ол программаны пайдалану сәл құрамалы демесек, енді бірақ қолайлықлар азыр 2025-де жаңа
версиялар ham шығып жатыр да уже. Өзі ол жүклеп алады дәстүр болады ма? Play Market'ten ya mesela App Store'dan жүклеп алады таға. И сол баласына беріп жатқан телефонға сол почта ашып береді, сол почта арқылы регистрация қылып қояды. Хам сол қалегенше қадағалауларды, жоғарыда айтып өткен қадағалауларды қылып бара алады. Google жаңағы айтып отқанымыз Google Family Link'тің келешектегі режелері сол аулатларға қарап масластырып келатырды да қазіргі уақытта. Азыр мәселен Z аулатта сол нәрсе қатты машқалап отқан болса, Z аулатқа мас шешімдер бар. Яғни жаңа социал тармақ деп отырмыз ғой. Социал тармақта да шектеу қоюға болады. Қандай контенттер шығу керек алдынан, қанша минут көру керек, керек болса кеште мәселен жатуда көп шықлап жататын жастарымыз жоқ емес, бар. Соларға мәселен телефонын бір кнопка арқылы өшіріп тастау ықтималдықтары бар да. Яғни возможностьлар бар сондай. Бұл тек қана жас балаларға емес, бәлкім өздерімізге де детокс болған балалар еді, соны әмел етсек, өзі уақытында кешкі 10-да ұйықтауымыз керек болса, 10-ға қойсақ. Санлы детокс дегеннен бар, яғни телефон сондай гаджеттерден өзін демалып тұру. Оның жоллары бар, мәселен, бір күн, мәселен, өзің үшін челлендж белгілеу, бір күн телефонсыз күн, 2 сағаттан артық шықламау телефон деген өзіне шартлерді қойып тұрып, бұл нәрседен алып шығуға болады, жастарды, ямаса өзіңді. Онан тысқары және телефонды grayscale деп айтылады, яғни серия қылып қойып тастау да. Серия қылып қойып тастасаңыз, телефонға көп қараңыз келмейді. Көзді үйретесіз, көзге жақпаған нәрсе миға да жақпайды да. Сондай қылып тұрып, детокс қылсаңыз болады, яғни телефоннан астен-астен өзіңізді ұзақ уақыттырсаңыз болады. Енді мен өзімнің жеке ұсынысым телефоннан енді дым ұзақласып кетуді мен ұсыныс етпеймін. Себебі телефонды пайдаланудың жақсы тәрептері көп та. Пайдалы білімлер, тура мақсатта пайдаланса, білім алуға. Мен өзім мәселен телефон арқылы кітап оқимын. Телефон арқылы сондай пайдалы видеоларды көріп барамын. Телефон арқылы жұмысымды біткеремін мәселен. Көп нәрсе қылуға болады, мақсатлы пайдалану керек берді болған. Енді осы бойынша да бір дүние ғалымдарының берген ұсыныстары бар. Мысалы, инсан туылған кезде бір имарат деп алсақ, оның фундаменті балалық уақыты, бұл фундаменті да, тек ары тырнағы десек болады. Балалық уақытындағы тәрбие, балалық уақытында алған білім, балалық уақытында қалыптасу инсанның тек ары жайдың фундаменті сияқты теңдестіріледі. Сол фундамент жақсы болса, арман қарай кейінгі өмірі, кейінгі құрылыста жақсы болғандай фундаменттен басанған. Соның үшін сол фундамент ямаса балалық уақытында көплеу беру керек деп ғалымдар сол не берген, ұсыныс берген. Қытай не бойынша. Мысалы бала туылғаннан бастап, сол 18 айға шейін оңыма телефон бермеу. Сіз айтып отырсыз, кішкентай балалар қазір тыныш отырсын деп алдына телефон қояды, жылағанына тыныш отырсын деп, ол қаттыға мүмкін емес деп қарамалатыпты. Себебі баланың 18 айға шейін қалыптасу, көзінің гауһарларының енді медицина уәкілі емеспін, бірақ көп қана зияны бар деп айтылған. Оның ми қалыптасуы, сол экран алдында көплеу отырса, болмаса оның дүниясының қалыптасуына қаттыға зиян тәсір етеді екен. Соның үшін 18 айға шейін, болмаса 1,5 жасқа шейін ұлыма телефон бермеу керек деген шешімге келген, сондай ұсыныс бермекте. 18 жастан 2 жасқа шейін, болмаса 24 айға шейін беру мүмкін, бірақ ата-анасының қарауында. Мысалы, үйретілетін әртүрлі, мысалы, рауажандырушы видеолар, немесе рауажандырушы басқа затларды көрсету үшін. Олар мысалы 15-20 минут дейді. Кейін 2 жастан бастап 5 жасқа шейін күніне 1 сағат олар бірақ ата-ананың қадағалауында қасында отырып, мысалы әртүрлі әзір нелер бар. Duolingo, Khan Academy Kids деген мысалы әртүрлі дәстүрлер, офлайн ойнайтын рауажандырушы дәстүрлерді ата-анасының қадағалауында 1 сағат, немесе ярым сағат қадағалауында сол лимитті пайдалануға рұқсат береді. 6 жастан бастап, 5-6 жастан бастап телефоннан пайдалану әдеттерін қалыптастырып, мысалы сол кезде бала өзінің жастың ақылын енді толтырып болғаннан кейін, кейінгі өмірге адым атқан кезде әдеттер телефоннан пайдалану, оның мынандай сайтлардан қайсы сайтыларға кіру керек, қайсы сайтыларға кіру керек емес, олмай ертең телефон пайдаланған кезде басқа адамдардың көзінше телефон шұқыламау барлығын әдеттер қалыптастырады 5-6 жаста. Кейінгі дәуірде де бірақ сол 6 жастан кейінгі 12 жасқа шейін ата-анасының қадағалауында телефондан пайдаланады. Демек, ләжбанша айтып отырыпты, 15-16 жасқа шейін телефонды
өзі емес ата-ананың қадағалауында болу керек. Телефон берсе де егер мысалы мектеп жасындағы балаларға да интернетке кірмейтін қылып, интернетке кірсе де мысалы социалдық тармақтың аккаунт ашпайтын қылып. Себебі Европа мемлекеттері, Австралия, басқа да мемлекеттер, мысалы Қытайда да сондай әртүрлі низамлар бар екен. Низамшылығында 16 жасқа шейін бала аккаунт ашуға болмайды. Аккаунт 16 жасқа толмаған бала аккаунт ашса 200 миллион, 300 миллионға шейін біздердің суммада мысалы оларға штраф басылады екен ата-анасына ашқан шаңырақ ағзаларына. Сол үшін баланың қадағалауы. Қытайда да мысалы 1 сағат, 2 сағаттан көп, мысалы демалыс күндері 2 сағат, 1 сағаттан көп телефон шұқылауға рұқсат жоқ екен. Аккаунт ашуға рұқсат бермейді. Мысалы балада 10-12 жаста болса телефон берілген болса да ата-анасының қадағалауында, егер иләжі бойынша офлайн пайдаланатын қылып, онлайнға кірген жағдайда да бәрібір ата-анасы қадағалауында Хамжа Әлбектің айтқандай ата-ананың бақылауындағы әртүрлі дәстүрлер бар. Соны қосып қойған алда қайсы сайтқа кіріп жатыр, қайсы сайтқа кіріп жатқан жоқ, доступ беріледі, имканият кіруге рұқсат беріледі, рұқсат берілмейді, сондайларды қадағалау керек. Кейіннен Ләжбанжа 16 жасқа шейін аккаунт ашпау керек та, ешқандай TikTok, Instagram, басқа да нелерде аккаунт ашпау керек. Жаңа айтқанымыздай, баста айтып кеттік, сол аккаунт ашқаннан кейін ол виртуал өмірдегі өзіне қойылған лайклар арқылы өзінің кемсітуі мүмкін да. Сол үшін психологиялық жақтан кейінгі уақыттан алады баланың фундамент қалыптасу мәселе. Фундамент десек, сол фундаменттің әлсіз болуына әсер етеді деп имканият бар. Сонда ұсыныстар берген да ғалымдар қазіргі жағдайда. Шақси сұрау берді деп ойламаңда, сіздерге де бір сұрау бермекшімін. Мәселен, Аман, бір күніңіздің неше сағатын телефоннан пайдаланасыз? Енді сіз көбірек телефонға мен қарсыман деп айтып өткен едіңіз, сөзіңіздің. 5 сағат, 4 сағат. Яқ, мен қарсыман. 15 жасқа шейін балалардың телефон шұқылауына қарсыман да. Іләжі барынша бала өзінің мақсатын білу керек та, 15 жасқа шейін қайсы тарауға кететін болса, сол жөнелісте білімін алу керек та. Ол білім вузға кететін болса, Европаға, Өзбекстанда оқысын, Америкаға кететін болсын, өзінің білімін алып, соның ар жағына телефон шұқыласа болады. Олан бір спикинг, 15 деген спикинг, listening, английскийдің сотарауларына. Оның бер жағында ол балаға олар не десем болады, артық шалып етеді да, зияны жүда көп та. Мысалға, зиялы тәріплені мен баста атап өтпекші едім, қазір атап өтсек. Бала, қазіргі туылып жатқан балалардың бар ғой, ақыл дәрежесі ең төменге түсіп кетті да қазір. Алдын өсіп кетір еді. 19-шы ғасырдың аяғы, 20-шы ғасырдың басы жаңадан туылған балалар, сәл алдыңғы туылған балаларға қарағанда салыстырмалы 1-ші классқа барған кезде сәл ақыллырақ болып жатыр еді. Қазіргілер наоборот түсіп баратыр еді. 120%-ке көтерілді. Енді 115, 114 болып түсіп баратыр да. Қазір мектепке 1-ші классқа барғаннан біліп жатырмыз да. 1-ші классқа келген бала аппақ қағаздай болатын еді алдын. Көшеде ойнайды, достарымен ойнайды, детсадқа барады, аппақ қағаздай болып келетін еді. Қазір 1-ші классқа келген баланың миы әр түрлі затпен келіп жатыпты да. Информацияң бәрі бар да, көп зат бар да, әрқайсынан кітте аппақ қағаз болып келмей жатыпты да. Ол білім алуым сондай болады да ол балалардың. Құрметті меймандар, ажайып пікірлер білдірілді. Енді сәубетіміздің жұмағына келдік. Жұмақ сипатында ата-аналарға, және де сол көп телефонға бейім болып кеткендерге, ұлыма, бізді күзетушілерге нелер айтқан болар едіңіз? Енді күніме айтылып жатқан сол пікірлер, күніме айтылып жатқан сәубет дауымында бұл айтылып жатқан сол мәселелер негізгі пайдалы, бірінші нәубетте жәмиетімізге пайдалы, халқымызға. Себебі қазіргі дәуірде де мысалы бір сөз бар, яғни қазіргі дәуірдегі жәмиеттің алдыңғы рауажланған тарихының аяғы Марсқа тие жақ, Марсқа колония құрып Марсқа кете жақ, артқы жәмиеттің артқы рауажланған тарихы қазіргі дәуірде де елге шейін алғашқы дәуір жасап жатқан қауымдар бар. Енді осы жәмиеттің алдыңғы артқы тарихындегі жәмиеттің ішіндеміз біз. Сол жәмиеттің ішінде солармен біргелікте алдыға қарай рауаждану үшін сол жәмиетке кіттай болса да бір пайдамыз тигізу үшін бір сондай сәубет болды. Бала бәрібір кішкентай балаларға қаратылған, ата-аналарға қаратылған бұл подкастымыз. Сол ата-аналарға азғантай болса да сол жәмиетте өз орнын табу үшін баласына беретін әртүрлі тәрбие мәселесіне араласу емес, просто бір
апай бір маслихат сұхбатында қабыл етуін сұраймыз. Себебі бір бала экранға қарау өспесе, экранларға қарап емес, бір күйеуге қарап, адамдардың сол күйеуіне қарап өссе жүзде жақсы болатын. Телефон бұл тек құрал болып қалса, яғни ол керекті затты табатын, керекті затты іздейтін, керекті білімдерді алатын бір құрал болып қалуын қалаймыз. Егер сондай болып қалса, соған азғантай болса да жәмиетте өз орнын табуға үлес қоссақ, жүз қуанамыз. Әуелен бар рахмет, сол неге мейман қылып шақырған үшін. Енді сол Рауазам айтып өтіп жатыпты, жәмиеттегі бір пайдамыз тигізу болды мақсатымыз. Енді бұл айтарым, бұл видео арқылы біздер бұл машқаланың алдын алып, немесе шешімін қылып тастай алмаймыз. Бірақ қолдан келгенше сол харекет қылып жатырмыз, сол бар білімдерімізді немесе бөлісіп, сол гаптың ақырында ата-аналарға айтарым, ата-аналарым аз-маз өзінің үстінде істесе, оларам білім алу үлгі болса, білім алуды тоқтатып тастамай, кітап оқыса деген нәрселер бар. Соларды мен ұсыныс етіп қалған болар едім көбірек ата-аналарға. Жас балаларды тәрбиелеп кетірген ата-аналарым бар. Мәселен, соларға өзім оқыған кітап бар. «Үштен кейін кеш» деген кітап бар. Көпшілік ата-аналарға сол кітапты мен ұсыныс етемін. Себебі бала 3 жасқа шейін өзіне алып қалатын білімдері бар екен да. Сол кітапта сол туралы көбірек қалай сол нәрсені енгізіп барады, қадағалап барады. Яғни қопалып айтқанда системаластырып барсақ болады деген нәрсеге жауапты сол кітапты ала аласыз. Сондай кітапларды оқып, ата-аналар яғни өзінің үстінде істеп барса, бұндай машқалалар алды алынған болады деп есептеймін. Енді айне сол реал подкастымыздың шөлгемлестірушісі, студиямыздың мейманы бүгін Аман Сыражатдиновтен алдағы режелерін сұрасақ, яғни подкасттың кейінгі салдарында қандай тема дөңгелегінде сөйлеулер болады, қандай меймандар келеді, пікірлерін естісек. Күзетушілерге рахмет, келген мейманға да рахмет айтамын. Бұл подкаст Құда қаласа бір давамлы қылып, халқымызға бір пайдалы білімлерді беретін адамларды шақырып, бизнесмендерді шақырып, ұстазларды шақырып, Қарақалпақтағы ең алдында жүрген мұғалімдерді шақырып, бір елді рауажландыру харекет етеміз. Аз-маз қолдап қуатласаңыз. Айтыларыңыз үшін рахмет. Құрметті меймандар, сізге айрықша minnatdorchiligimizni bildiramiz. Және де barcha YouTube тармағындағы видеоны ақырына шейін күзеткен barcha күзетушілерге де шексіз minnatdorchiligimizni bildiramiz. Қымбатлы уақытыңызды бөліп тамаша еттіңіз. Және де бұл реал подкастымыздың бірінші саны, соның үшін пікірлерімізден яки басқа да қате кемшіліктер болса, біз алдынан кешірім сұраймыз. Hamda аз ғана болса да мағлұмат бере алсақ, бере алған болсақ, сол телефонның пайдасы hamda зиялы тарапынан біз ниетімізге жеткен боламыз. Және де ұсыныстарыңыз бар болса, яғни кейінгі подкастта кімлерді шақырайық яки қайсы тараулардан тема дөңгелегінде сөйлет болсын, комментарийға жазып кетсеңіз, әлбетте ұсыныстарыңызды inobatқа аламыз. Қош сау, саламат болың.